Сәлем достар, бүгін біз каратедеміз. Енді біз уже жүгіріп келатыр. Қазір қараңыз, қазір не болады. Енді біз деген енді күнде каратеге қатысамыз, Айкөркем екеуміз. Енді біз қазір жаттығу істейміз, пока что емес. Енді біз жаттығу істеп жатырмық. Каратенің жаттығуын істеп жатырмық. Сендер дұрыс істемесеңдер, ол ағай ұрсады. Сіздер қатыссаңдар, біз сізге көрсетеміз қалай істеуге. Сосын біз сендерге не істеу керектігін айтамыз. Ағай сіздерге айтады. Сосын енді біз енді қараңыз, қалай істейтініңізді. Мен көп қатты жақсы көремін каратені. Сіздер қатыссаңдар, ағайға айтасыз, қатысайық па деп. Ағай көмектесіп жатыр, енді көмектесіп жатыр. Ағай оған уже көрсетіп жатыр. Енді біз тоже қайталаймыз. Ол үйреніп жатыр, енді ол қазір енді баламен күресіп жатыр. Көрдіңіз бе қалай? Ол күшті. Арен жасап жатыр ғой. Сосын ол енді ана бала істеп жатыр. Енді біз енді мен көрсетіп жатырмын қалай істейтінін. Қараңыз қалай істейді. Менен қайталаңыз. Біз жоғары кесіндеміз. Енді мен уже жылдам істеуге үйреніп жатырмын. Енді күліп жатыр. Қараңыз, жылдам келе жатырмын. Қызды көрдіңіздер ба? Ол қалай істегенін. Енді мен байқамай тоқтап қалдым. Енді қыз күшті істеп жатыр да. Мен қыз сақты істеп жатырмын. Бірақ аяғым жетпейді бірдеңеге. Бірақ атын білмеймін. Бокс істеуге атын ұмытып қалғанмын. Жоқ. Күшті екен. Мен күшті істеп жатырмын ба, достарым? Енді неге тоқтады достар? Өйткені мен запростарды ұмытып қаламын. Өйткені мен енді айтып жатырмын. Енді мен ұрып жатырмын аяқпен. Күшті, я? Күшті. Жоғар жақында вообще мене жоғар жағы. Мене енді Айкөркем істеп жатыр. Енді мен істеп жатырмын. Айкөркем қазір көрсетсін. Мен істеп жатырмын. Енді қазір Айкөркем көрсетсін. Қазір шамалдан кейін Айкөркем көрсетеді. Мен өзім істеп жатырмын. Мені қыздардың атын білмеймін. Мені Айкөркем көмектесіп айтып жатыр. Көрдіңіз ба? Одан қатты істеп жатыр. Қараңыз, мен көрсетіп жатырмын сендерге қандай дыбыс. Бірақ ол сіздерге айтылмайды. Бәріне сәлем достар. Бүгін біздер каратеге бардық. Біздер мұнда
қалай ұруды, қалай защита жасауды, даже блокты үйрендік. Мұнда біздер аяғымызды көтеріп ұрып жаттық. Мұнда бізге аға беріп отыр. Біз қазір мұнда аяру алда тұрып, мен артта тұрамын. Қазір біздер оң аяқпен ұрамыз, содан кейін сол аяқпен ұрамыз. Біздер мұнда аяру екеуміз қазір аяғымызбен ұрып үйреніп жатырық. Мұнда оң аяқпен ұрып жатырық. Бірінші ұрасында тізеге табанды қоясында, содан кейін жерге қоясың. Солай айналып, бір жерге артқа қойып, бір жерге қолыңды қойып жүру керексің. Біздер әлі жаттығу жасап жатырық. Мұнда бізге үлкен балалар, үлкен қыздар үйретіп жатыр. Мұнда біздер блок жасап жатырық. Бірінші қолымызды крес қылтамыз да, содан кейін басымызды қорғаймыз. Оң қолыңды бірінші алға қоясың, содан кейін астына қоясың. Солай жасай береміз. Біздер солай жылдам жасауымыз керек. Біздер солай жылдам жасамасақ, бізге противниктер ұрып бастай береді. Мысалы, біздер қолымызды басымызға қойсақ, қисық тұрса, оң жақта тұрса, ол басқа жақта. Біздің басымызға ұрады. Ал басымызды қорғап, тағы да ішімізді қорғап тұрсақ, ол бізге противник басымызға ұрса, қолымыздан сырғанап кетіп қалады. Ал ішімізді қорғанғанымызда кезде бізде бірінші кеудемізге қолымызды қойып, басымызды қорғап, содан кейін астындағы кеудедегі бір қолыңды ол противниктің ішіне бір ұрасың. Ал енді просмотрды көрейік. Мұнда яру дөңгелек жасап, потом күлкілі жатып қалды. Мұнда аяқ қаттан колесо жасайын деп жатыр. Міне. Колесо жасауға келсе, қорқып жасамай қалады.